Қырғызстандық бұлазғын 48 қыз-келіншектің мәйіттерін зорлаған. Сорақысы арасында тіпті 3 жастағы марқұм қыз да бар. Малғұнның аты жөні Михаил Лукьянов. Азғындық қылмыстарын баяндамас бұрын, бірінші оның балалық шағына көз жүгіртейік. 10 жасында әкесі жанұясын тастап кеткен соң, анасы екінші рет тұрмысқа шығады. Алайда өгей әкесі ішімдікке құмар болып шықты. Оған қоса үздіксіз зорлық көрсететін. 13 жасында ұйықтап жатқан өгей әкесін кірпішпен ұрып өлтіріп, 10 жылға қамалып кеткен. Бірақ рақымшылыққа ілініп 18 жасында бостандыққа шығады. Осылайша 1967 және 1995 жылдар аралығында Шу облысы мен Бишкек қаласы аумағындағы зираттарда сұмдық жайттар табыла бастайды. Яғни жаңа жерленген қыз-келіншектердің, тіпті 3 жасар қыздың мәйіттері қазылып алынған. Сорақысы бұл емес, марқұмдардың бәрі зорланған болып шықты. Сақшылар өңірдегі зираттарды қарауылдайды. Ақыл-есі сау еместерді тексеріп жауапқа алады. Куәгерлер іздейді. Бірақ ешқандай нәтиже болмаған. Осылайша 28 жыл бойы сақшылардың қолына түспей, Лукьянов 48 мәйітке азғындық жасайды. Нәтижесінде 1995 жылы 8 қазанда кездейсоқ ұсталып қалған. Ол түн жарымда зиратқа келіп, жаңа жерленген қыздың моласын қазады. Бірақ кенеттен жауын құйып кетіп, ол терең қабірден шыға алмай қалады. Сөйтіп жан таласып жатқанда басына құлпытас құлап талып қалыпты. Келесі күні молада ессіз күйде жатқан азғынға зираттың қарауылы тап болған. Құрықталған бойда ол қылмыстарының бәрін мойындайды. Айтуынша, ол еркектік тұрғыда қауқарсыз болған. Сондықтан тірі қыздармен қарым-қатынас құра алмапты. Сөйтіп күндердің бір күні зиратта әлдебір жаңа жерленген бойжеткеннің құлпытасын көріп, қосып кеткен. Содан бастап оның ішіндегі құбыжығы оянған екен. 1996 жылы 47 жастағы Михаил Лукьянов 10 жылға қамалды. Алайда абақтыластарынан тоқтаусыз теперіш көрген ол, бір жылдан кейін түрмеде асылып қалған. Айтпақшы, аталмыш оқиға желісімен Қырғызстандық 46 түн фильмі шыққан болатын. Қарап көріңіздер, және кезекті видеоларымды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар.